Қарағанды облысында бір топ адамның жүк көліктерін заңсыз бастапқы тіркеу фактісін қаржылық мониторинг агенттігі анықтады. Халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері көліктердің бастапқы тіркеу алымы мен утилизациялық алымды төлеуден босату мақсатында интеграцияланған ақпараттық жүйеге жүк көлік құралдарының ВИН кодтары бойынша көрінеу жалған деректерді енгізген анықталды. Осылайша олар 33 жүк көлігін заңсыз бастапқы тіркеуден өткізген. Күдіктілер мамандандырылған халықаралық қызмет көрсету орталығының бұрынғы басшысы және халыққа қызмет көрсету орталығы басшысының орынбасары ұсталды. Сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Күдіктілердің мүлкіне 42 миллион теңге көлемінде тыйым салынды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабы тәртібіндегі өзге де ақпарат жария етілуге жатпайды. Естеріңізге сала кетейік, биыл Ақмола, Қостанай, Алматы, Павлодар облыстарында алымдарды төлемей, жалған төлем құжаттары бойынша көлік құралдарын жаппай бастапқы тіркеу фактілері анықталды. Сонымен қатар агенттік еліміздің барлық арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында алымдарды дұрыс төлеу мақсатында тартқыштарды, автобустарды және басқа да көліктерді есепке қою заңдылығына кең ауқымды тексерулер жүргізді.